Сәлем достар, қалай жағдайларың? Тағы да бүгін эфирде Фируза ханым. Міне, Каспийден товарым келді. 2 күн болған келгеніне. Бұл тез келетін болыпты. Каспий өте тамаша. Міне, асық копилкасын құямыз. Молт дейді, силикон дейді, асықтың силиконы форма. 6 асық құйылады екен. Қалып, қазақша қалып. Мына жерде thank you деп қойыпты. Мынаны істеуге болады екен, бұл жақсы идея екен, иә. Мысалы, мен копейлік асық құйсам, оны бір пакетке салып, упаковкалеп, қасса міне жасаш. Рахмет десең де болады, thank you десең де болады, спасибо десең де болады, иә. Осы ертең құйып, келесі видеода салатын боламын. Мені қолдап, лайк басып жүрген жандарды өте жақсы көремін. Рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Бүгінгі мейрам құтты болсын. Тикток достарым жасай берсін. Сіздерді эфирлеріңізді дамыта беріңіздер. Қаралымдарыңыз көп бола берсін. Просмотрларыңыз ұша берсін. Просмотрдан түскен, эфирден түскен, прямойдан түскен ақшаларыңыз долларлап, шатырлап, шытырлап көбейе берсін. Бала шағаларыңыздың несібесі арта берсін. Осылай тиктокты дамытып, бір-бірімізді қолдап жүре берейік. Видео көріңіздер, қолдаңыздар. Қазақтың тиктогі дамысын, қазақтың, не дейді тағы да, аудиториясы дамысын. Дамыса қазақ қызы дамысын, қазақ аналарымыз дамысын. Жаман видео түсіріп жатқаным жоқ, жаман нәрсе жасап жатқаным жоқ. Өзімнің қолымнан келгенше қосымша табыс болсын. 2 бала шағамды асырау үшін, жеткізу үшін, жетілдіру үшін міне осы кәсіпті мен қолға алып жатырмын. Рахмет көп-көп.